Ауызашарға нағыз ауызда еритін мына бір пирогты міндетті түрде жасап көріңіз. Електен өткізілген ұнымызға қант, разрыхитель, ванилин, ас содасын, қаймақ және жұмыртқа мен сары майымызды салып, жұп-жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Енді 20 минутқа тындырып тоңазғышқа салып қоямыз. Оған дейін осындай 4-5 дана алмамызды тазалап, турап аламыз. Табамызға сары майымызды салып ертіп, үстінен алмамызды салып, сарғайғанша қуырамыз. 2 ас қасық қант қосып, оны да араластырамыз. Енді тынған қамырымызды екіге бөлеміз. Біреуі кіші бөлікке, үлкен бөлігін осылай жайып, формамызға орналастырамыз. Үстінен жаңағы қуырылған алмамызды саламыз. Енді қамырымыздың кіші бөлігін үстінен жұлып салатын боламыз, немесе әдемілеп озорлап салсаңыз да болады. Қызып тұрған пешімізде 160 градуста 30 минуттай пісіріп аламыз қызарғанша. Дәмі өте керемет, жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.